Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге жұмсақ, өте дәмді, әрі нәзік болып шығатын булочканың рецебімен бөлісемін. Достар, менің каналымда осындай көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен терең ыдысқа 1 стакан жылы су және 1 стакан жылы сүт және де 1 ас қасық қант салып, 1 ас қасық дрожь салып араластырамыз. Осы заттар ерігенше араластырып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, тұз ерігенше араластырып, жарты стакан сұйық май қосамыз. Алдын ала илеуіштен өткен ұнды шет-шетінен аз-аздан сала отырып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Масса қоюланған кезде қолымызбен қатты баспай, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге 40 минутқа қалдырамыз. Көтерілген қамырды алып, оны кесіп, дөңгелектеп формаға келтіреміз. Бір келкі кіші бөліктерге кесіп болғаннан кейін қолымызбен дөңгелектейміз. Оқтаумен жіңішкелеп жайып, осындай жіңішкелікте болған кезде оның арасына еріген май жағамыз. Мен арасына сұйық май мен еріген сливочный майды араластырып жақтым. Немесе арасына сұйық май мен тоң майды ертіп араластырып жағуға болады. Майды барлық жеріне жеткізіп жаққаннан кейін оны қолымызбен орап, дәл осылай етіп екіге бүктеп, оны пышақпен кесіп, осылай етіп булочканың формасына келтіреміз. Жалпы бұл қамырмен кез келген булочка түрінде жасауға болады. Жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Булочкаларды формасына келтіру барысында, егерде қолымызға жабыса берсе, аздаған сұйық май жағуға болады. Мен кейбір булочкалардың арасына 1 ас қасықтай қант араластырып сеуіп жақтым. Достар, менің каналымда осындай көптеген қарапайым заттармен жасалатын рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Барлық қамырды булочканың формасына келтіргеннен кейін, оны формаға тізіп, 5-10 минутқа бетін жауып көтерілуге жылы жерге қоямыз. 10 минуттан кейін булочка аздап көтерілгеннен кейін, оның бетіне жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт қосып, барлық булочкалардың бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Булочкалар піскеннен кейін ыстық күйінде бетіне сливочный майды жағып, немесе 1 ас қасық қантқа 1 ас қасық су құйып араластырып езіп, соны да жағуға болады. Яғни беті жылтырап әдемі болып тұруы үшін. Дәл осы видеода көрсетіліп тұрғандай өте әдемі, әрі жұмсақ, ең бастысы өте дәмді булочкалар дайын.